Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Раха Блог. Біз бүгін не ойнайтын боламыз? Өздеріңізді біліп тұрған шығарсыздар, төбеде Спанч Боб. Я, достар, бүгін біз Спанч Бобтың ужас ойын сияқты түрі өте қорқынышты деп ойлаймын. Қараңыздар, қазір содан қашатын боламыз. Қазір лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Обязательно видео басталмастан бұрын достарыңызды жіберіңіздер, кім Roblox жақсы көретін болса, достар. Так, бірдеңе деп жазып жатыр бізге. Так, не істейміз? Нәре көптеген игроктар бар екен ғой, достар. Мына жерден лодкамен кетіп қалады екенбіз ғой. Біз қазір Спанч Бобтан қашатын боламыз дейді. Мынау кім тағы? Мынау кім? Бірдеңе деп жатыр, бірақ Спанч Бобтың мультигін көргенсіздер ма? Басын сөйтіп басталатын еді ғой. Ой, достар. Ой. Мынау не? Бірдеңе ғой деймін. Welcome to... Қош келдің, бауырым. Сен не қалайсың, деді. Маған өтініш, бір сэндвич и бір кола бер. Скип ету керек. Қазір қалай етеміз? Маған мышка керек обязательно. Мышкасы ойнай алмаймыз. Давай, натурал бургер. Маған натурал бургер берсеңіз. Маска бар екен, ана жерде даже. Көп қол, достар. Мына бәлеген ғой шыңғырып атқан. Немене шыңғырып атсын? Қорқынышты емессің. Так, Сквидвард бізге коридорды тексереді. Ана АФК болып қалды ғой. Мен аты бір өзім ойнай алмаймын. Скип. Так, бізге столға отыр деп айтады. Натурал бургер дейміз. Жарайды, сіз қазір бургеріңіз дайындап берем, ал сіз столға отыра тұрыңыз дейді. Хорошо, Сквидвард, тамағыңыздың дәмін көреміз қазір. Так, не дауыс шығып жатыр, достар? Достар, бүгін қазір, в общем, Спанч Боб хоррор ойнайтын боламыз. Бұл Roblox-тағы даже, понимаете, достар? Мынау кім? Ой! Мен мынау жынды екен ғой, құрсын, кет бар. Қуады екен ғой. Так, достар, Спанч Бобты хоррор болады қазір. Өте лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Достарыңыз жіберіңіздер, Спанч Боб жақсы көреді. Так, скипайте. Короче, достар, бұл жерде айтады, сіздің бургеріңіз дәмі болмай қалды, либо айтып жатыр, ажетхана кірсем бола ма? Ажетхана келесі коридорына деп айтады бізге. Давайте, қайсы коридорда ал? Міне, секіре алмайды екен. Ажетхана кірдім ба мен? Достар, дайын болыңыздар, бұл өте қорқынышты. Өте қорқынышты айтамын сіздерге. Достар, үлкен ғой мынау. Не істеймін бұл жерде? Көріңіздер ма, там мистер Крабс жүр ғой? Мистер Крабс білесіздер ма, достар? Мынау гамбургер ғой. Не ап жүр мұнда? Тамақ пісіреміз ба? Мынау бірдеңе ғой деймін. Так. Мен қаяқтан шықтым. Еще жабық екен ғой. Кеттік. Обратно барып келеміз. Просто, мен Спанч Бобпын ба? Мен кіммін вообще? Қазір көреміз, достар. Алдағы уақытта. Обратно қайтеп тұр. Мен Бангелес кімді көрдім ба? Крабсты көрдім ғой. Көріздеріңіздер, өте қорқынышты екен. Дәу, ойшо. Бәле ғонау деген. Сквидвард, мож айтасың ана Патрикка үйіне қайтсын. Достарынан қараңыздар, не істеп тұрмын да? Өлі, дәу ғымынау. Сквидвард қайтет нормаль екен мұнда. Гамбургеріңіз алдыңыз ба, деді отырайш. Тамақ пісірейін деп тұрмын мен. Мен Спанч Боб рөлін ойнап атқан жарым. Мен Спанч Бобтың рөлін ойнап атыр екенмін, достар, қараңыздар. Так. Кетчуп, майонез, помидор. Өзі кесіп тастады.
Так, тағы не қосамыз? Пияз. Мен Спанч Боб екенмін достар, қателеспесем мен ойладым. Гость деп. Так, огурцы кесеміз. Енді сыр. Мына не дейін, өзім қармашып кетті оңынан не істеп жатқанда. Помидор обязательно керек. Так, енді не? Болды ма? Булочканың үстіне жабамыз. Енді пісіреміз. Жеп алайық та. Патрик тұрған жерде. Ой, молодец, Спанч Боб, сен өте жақсы жұмыс жасадың. Енді өзің жеп ал. Или қазір бірге апарып береміз. Осы жерге отырып өзім жеп алам. Мына жында не ақ тұрмын да. Үйіне қайтсай. Ой, дәмді болды. Так, Скидвардқа барамыз. Әлі тұр, баланы жалмауыз құсап. Рахмет, Скидвард. Сізден $89 дейді. Өте қымбат қой. Неге сонша қымбат? Жарайды, береміз ақшаңды. Кешіріңіз, менде онда ақша жоқ еді. Неге өте қымбаттап кетті деді ғой. Онда сізден $97 болады. О деген оны Скидвард. Онда сені қазір онда ақшан бермесең өлтіретін боламын. Мистер Крабс келді да мені ұрып жіберді. Мына кім? Мына планктон ба? Планктон? Чо там? Достар, қараңыздар, айтады, короче, мына жерде Спанч Боб пен мистер Крабс, Скидвард бәрі мені өлтірмекші жатыр дейді. Мені ұстап алды, өтініш көмектесші деп жаздылар. Қазір бізде оны өте көмектесетін боламыз. Планктон өте сүйкімді екен бір жағынан. Так, скипать етейік, сөздерін түсінбеген үшін. Сен мені көмектесе аласың, досым, мен саған көмектесем деді, примерно. Так, код табы, қараңыздар, код. Міне. Бірінші балық. Бәрекелді, коды қандай мұнан? Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, түсінікті. 1, қазір тұрыңыздар, ұмыт қалдым. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Не, 1, 5. 1, 5. 1, 5, 3. Қайсы болды? Жоқ, қайсы болды нау? Жоқ, түсінбедім. Домалақтан үшеу екенін біліп тұрмын да. 4-1 қандай ол? Біреу ма деймін, пайыз 4-1, қазір көреміз. 1, 5, 1, 3 ме да? Дұрыс, таптым. Өте қиын екен. Так, біз ойынды жалғастырамыз. Ломды ашып құтқаруымыз керек біз ғой планктонды, достар. Планктонды қазір құтқаратын боламыз. Бергел, досым. Бірге қашамыз мына жерден. Так, мен планктонды құтқардым. Бергелеу, кетіп қалғанысың жынды? Артынан ерейміз бе, кетті, досым, бір зына жақтымен қашып кетеміз деді, примерно. Айнеқа. Не? Так, бірінші мына жаққа барайық. Мына стрелканы көрсетіп тұр бізге. Компьютер. 4, 49, 8, 87. 49, 87. Жаттап алыңыздар, достар, пароль сияқты онан, по идее. 49, 87. Жаттап алдық, отлично. Қазір бір жердің паролін ашайын деп тұрмыз. 49, 87. 49, 87. Мен жүгіре алмайды екенмін, достар. Не деген үлкен сейф мынау? 49, 87. 49, 87. Біз... мына планктон. Бәрекет. Ран дейді. Планктон секретный формуланы алғысы келді ғой деймін. Бақ барам. Ешкім жоқ қой, қашайық дейді маған. Жарайды, қаш дейді. Ран дейді, ран.
Так, біз мына жерге кіреміз. Ешкім қуалап жатқан жоқ қой мен, достар. А қайда Спанч Бобтың түрін көріңіздер ме? Үлкен екен анау жігін. Қасынан құттай болып қалды. Ой! Мынау енді қуалап жатыр. Ма, тұрын қараңыздар, достар, Спанч Бобтың. Так, тіке қашамыз. Мынау жақындап отыр ғой. Жүгір тез, жүгір тезірек. Пароль сұрамаса болды енді. 97, есінше бір пароль жаттап алдым достар. Керек болып бар не дейіз. Мына жалмауыз келе жатыр. Так, мен бұқы таптым. Так, неден үлкен. Мен паролін білмеймін ғой, достар. Мына паролін қаяқтан білем, ол паролін алам дейінше кеп қояды ғой, жын деген ғына. Жарайды, өте видео қызық болды деп ойлаймын. Осымен видеомызды аяқтаймыз, достар. Сау болыңыздар, видео өте қызық болды. Лайк басып арнама тіркеліңіздер, келесі кездескенше деп қояйық. Келесі бөлімде өте қызықты видео түсіретін боламын. Сау болыңыздар, достар.